Сонымен бүгін 22 қаңтар 2022 жыл. Бүгін сіздерге математика пәнінен 16 сабақтық диар ағайларыңыз, кураторларыңыз сіздерге Google формада жіберген болатын. Қатысқандар бар ма? Плюс қойсыншы қатысқандар. Сол Google формадағы неге қатысқандар, тестке қатысқандар. Қанша бол жинадыңыздар? Бар ма? Плюс қойсыншы, сол Google форманы алып не алғандар. Ол Google форманы қазір сіздерге көрсетемін. Қайсы екендігін. Так, бізде міне мына Google форма. Сіздерге көрініп тұр ма экран? Так, Алишер ағай. Көрініп тұр ма сіздерге экран? 16-дан 6 жинадым, 11 алдым дейді. Иә дейді. Жақсы, бүгін осы Google формадағы есептерді шығап көрсететін болам сіздерге. Содан үйренетін боласыздар. Хорошо? Давайте онда бастадық. Бірінші тест тапсырмасы. 3 таңбалы сан 3 цифрмен аяқталады дейді. Жауаптардың барлығында 3 цифрмен аяқталып тұр. Егер осы цифрды солға, яғни басына апарып қойсақ, онда 3 еселенген саннан бір артық болатындай жаңа сан пайда болады. Осы санды табыңыз дейді. Енді бұл санды табу өте оңай. Жауаппен тапсақ та болады. Мысалы үшін 203 жауап болсын делік. 203 жауап болса, онда мен 3-ті алдына апарып қойсам, қандай сан шығады? 320 деген сан шығады. 203-ті 3-ке көбейтіп, сосын шыққан мәнге 1-ді қосатын болсақ, 610 болып қалады. Бізге 320 шығу керек еді. 610 болып қалады. Сондықтан 203 жауап ретінде алмаймын. Осылай болса тексеріп көрсеңіздер, 103 бізде жауап болады. Не үшін? 103-тегі 3-ті алдына апарып қойсақ, 310 болады. 103-тің өзін 3 еселесек, 309. 309-ға шартындағы мына 1-ді қосатын болсақ, 310 болады. Сондықтан да жауабы 1 бізде не болады екен? Е болады екен. Түсінікті болса, плюс 1 деп жазамыз чатқа. Плюс 1. Плюс 1 деп жазамыз. Түсініксіз болса, нақты сұрақтарымызды қоямыз. Хорошо? Микрон болып қалдық қой, қарап отырып. 103 болды. Жақсы, түсініксіз жерлер жоқ шығар, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Өйткені өте оңай, қарапайым логикалық есеп. Шамалы миды қоссақ, деген сөз негізі қате, ол термин. Шамалы басты істесек, басты істетуде негіз қате. В общем, бізде қателіктер көп. Тангенс x бөлінген 2 тең түбір астында 3 дейді. Негізінде тангенс қандай жағдайда түбір астында 3-ке тең болады? Нақты мәні 60 градуста, 60 градус бізде радиан түрінде жазатын болсақ, оны пи бөлінген 3 деп жазамыз. Тангенс 30 болады, түбір астында 3 болатын жағдай, ол 60 градус. Сосын 180 градус қосамын. Келесі 240 градуста. Сосын келесі 180 градус тағы да қосамын. Солай, енді периодты ғой. Любой тригонометриялық функция периодты. Сондықтан мен 60 градус деймін, қосамын 180 градус. Пи n. n дегеніміздің орнына 1-ді қойсақ, 240 шығады. n-нің орнына 2-ні қойсақ, 360-қа 420 шығады. Солай жалғасып кете береміз. Енді осы жерде мен n-ді міндетті түрде бүтін сандар деп жазып қоямын. n-нің орнына не қоямыз дейді ғой, мысалға. n-нің орнына не қоямыз? Нені қоямыз? Алдар көсен қоямыз ба? Немесе бір ертегіде бір кейіпкерді қоямыз ба деген сұрақтар болады ғой. Сол кезде n-нің орнына бүтін сандарды қоямыз. Бүтін сандарды біз z деп нені белгілейміз? Яғни сол жиынның несін белгілейміз. Бүтін сандарға 1, 2, 3, 4, 0, минус 1, минус 2, минус 3 деген сияқты сандарды қоюға болады. Мысалға, минус 1-ді қойсақ, уже артқа қарай жүреміз. Минус 1-ді қойсаңыз, минус пи болады. Минус пи дегеніміз 180 қосуға да болады, 180-ді азайтуға да болады деген сөз. Мен нені өшірмеппін ғой, Так, наблюдателей. Сосын, на жерде. Так, отключить комментарий участников. Все. Енді ешкім жаза алмайды. Сонда, бізде түбір астында 3 болатын жағдай, ол пи бөлінген 3 қосу пи n екен. Енді бірақта x емес қой бұл жерде. Тангенс x десе, мынандай десе, мен мынаны белгілейтін едім. Бірақта бізде тангенс x бөлінген 2 деп тұр. Енді мына 2-ден құтылу үшін мен не істеймін? 2-ге көбейтемін. Мына жерді 2-ге көбейткенім үшін, мына жағдайда да мынаның ішінде 2-ге не істеймін? Көбейтемін. Сол кезде нақты мән шығады. Сонда ол 2π бөлінген 3 плюс 2πn. 2π бөлінген 3 плюс 2πn бізде
option 2 дегенде тұр, иә? Осы 2-ні белгілейміз. Түсінікті болса, плюс 2 деп жазамыз чатқа. Плюс 2. Түсініксіз болса, сұрағымызды қоямыз. Ана 2-ден құтылу үшін 2-ге көбейттім. 2-ден құтылу үшін көбейттім. Егерде, ой, сіздерге естімей қалды ғой, ә? Так. Қай жерде қатып қалдық? Естіліп жатыр ма? Дауысыңыз қатып тұр дейді. Қай жерде қатып қалдық? Барлығы түсінікті болды ма? 2-ден құтылу үшін 2-ге көбейттім дедім ғой. Плюс 2 түсінікті болса, плюс 2 деп жазыңыздар дедім. Түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар дедім. Басқа не еттім тағы да? Сосын биттім, ручканы биттім арасында, көрмей қалғандар болса. Бұл басқа еш нәрсе істеген жоқ. Жақсы, онда 2-нің орнына 3 болса, 3-ке көбейтеміз ба дейді. Иә? Егер бөлу 3 болатын болса, 3-ке көбейтеміз. Ал егерде мына жері көбейту 3 болатын болса, қараңыздар, мына жері мысалға 3x болатын болса, онда біз 3-ке бөлуіміз қажет. Мына жер тек қана x-ті қалдыру керек, короче. Сонда 3-ке бөлеміз. Ал 3-ке бөлу деген сөз, онда мына жақта да не істейміз? 3-ке бөлеміз деген сөз. Мынаны 3-ке бөлсек, пи бөлінген 9 плюс pn бөлінген 3 болады деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Жауабы ғана естілмей қалды. Эфир сақтала ма дейді. Эфир сақталады. Эфир сақталады. Енді запись болып жатыр ғой. Запись болып жатқан кейін сақталады деген сөз. Егер запись болмаса, сақталмайды деген сөз. Жақсы, келесі 3-ші есепке өтеміз. Мынау болу керек, 3-ші есеп. Так, синус квадрат альфа бөлінген котангенс квадрат альфа минус косинус квадрат альфа. Так, нені білеміз, соны орындап кете беру керек бұл жерде. Мына синус квадрат тиіспейміз, сол күйі тұра берсін. Мына жерде котангенс что-то ұнамай тұрмаған. Өйткені синус пен косинус бір клан, бір банды. Котангенс что-то не то, иә? Байқаватсыздар ма? Енді осы котангенсті осы синус пен косинус арқылы өрнектеу үшін оның формуласы бар. Ол косинус квадрат альфа бөлінген синус квадрат альфа. Ну, короче, косинусты синусқа бөлетін болсақ, котангенсті береді ғой. Котангенс альфа тең болады косинус бөлінген синус. Бұны мен шығарған жоқпын. Бұл бұрыннан бар. Тепе-теңдік, тригонометриялық тепе-теңдік. Котангенсіміз косинус бөлінген синус, тангенсіміз синус бөлінген косинус. Енді квадрат болса квадрат, куб болса кубты жазып кете береміз. Азайтылған косинус квадрат альфа. Тең. Видеоларыңызды өшіріп қоя салыңыздаршы. Әйтпесе мына Дархан деген бала бізде видеосын қосып отыр, олар бұл мен тыңдалмай тұр да, соған личкасына болсын, немесе чатқа болсын жазыңыз Дархан, Wi-Fi деген сөздің үстіне басыңыздар деп. Хорошо? Жақсы, тең жалғастырамыз. Так, синус квадрат альфа жоғарыда тұр. Мына синус квадраттан беремін ортақ бөлім. Синус квадраттан беремін. Мынаған 1-ден тет. Мынаған синус квадраттан тет. 1-ді косинус квадратта көбейтетін болсам, косинус квадрат альфа болады. Азайту, мынаған тет. Демек, синус квадрат альфа көбейту косинус квадрат альфа деп жазамын. Дұрыс па? Мынаған көбейттім ғой. Тең, жалғастырамын. Синус квадрат альфа. Төменде синус квадрат альфа тұр. Мына косинус квадраттан бізде 2 болып тұр. Сондықтан 1-ін сыртқа шығарамын жақшаның сыртына. Косинус квадрат альфа. Жақшаның ішінде бір азайтылған синус квадрат альфа қалады. Міне. Косинус квадрат шығардым, ішінде бір азайтылған синус квадрат. Ал бір азайту синус квадрат альфа дегеннің өзі, бір азайтылған синус квадрат альфа дегеннің өзі косинус квадрат альфаны береді. Мынаған тең. Бұны мен шығарған жоқпын. Немесе біздің әулет ру шығарған жоқ. Бұл бұрыннан келе жатқан қағида. Платон, Птолемейдің кезінен келе жатқан бір азайтылған синус квадрат альфа тең косинус квадрат альфа. Сондықтан да мынаның орнына мен косинус квадрат альфаны қоямын. Косинус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны көбейтетін болсақ, косинус 4 альфа пайда болады мына жерде. Дұрыс па? Мына жерге жазайын. Синус квадрат альфа жоғарыдағы. Сосын косинус 4 альфа и бөлінген синус квадрат альфа. Мынандай бөлшектер қатарма-қатар бөліп отқан кезде ең басты бөлшек тауып аламыз. Ол мынау. Сосын осының астындағы тұра береді. Оның астында жоғарыға көтеріледі. Сонда
Синус квадратқа квадрат синус 4 альфа болады. Косинус 4 альфа. Синусты косинусқа бөлсек, бағана айттым, не болады дедім? Косинусты синусқа бөлсек котангенс болады. Синусты косинусқа бөлсек тангенс болады. Демек, мынаның жауабы тангенс 4 дәрежесіндегі альфа. Тангенс 4 дәрежесіндегі альфа, ол бізде общем бірде тұр, бірінші жауап. Тангенс 4 дәрежесінде альфа. Түсінікті болса, не деп жазамыз? Так, плюс 3 деп жазамыз. Плюс 3. Түсініксіз болса, сұрақтарымызды қоямыз. Так, чатты бір көріп қояқ, не отқан екен чатта. Так. Менің YouTube каналымда болады, я. Видео қатып тұр. Қатып қалдым ба не? Бірге соңында қайтып келесіз ба соңына қарай? Не үшін? Бір қайдан шықты? Қайсы бір? Қайсы бір? Түсінбей қалдым ғой. Не қай бірді айтып жатсыздар? Бірінші есеп. Жоқ. Не үшін келем бірге? Оны қайттан неден көресіздер? YouTube'дан көресіздер. Подпись отсутствует дейді. Так, мынаны обновить ету керек болды. Обновить еткен кезде сақтала ма? Мен берілгендерім. Әлде сақталмай қала ма? Сақталмай қалды ғой что-то. Я сақталып тұр ғой. Жақсы, жалғастырамыз. Келесі есеп. Келесі есеп бізде теңсіздікті шешу керек, логарифмдік теңсіздік. Қалай шешеміз? Мынау бірді логарифм несіндегі 2х-қа келтіріп алу керек. Сонда бұны біз не істейміз? Логарифм 2х-та 0 деймін, өйткені кез келген санның жоқ 2х-та 2х деймін. 2х-та 2х. Сонда ғана 1 шығады. Өз логарифм мысалға а бірге тең ғой, қасиеті бойынша. Енді 1 болу үшін мен мынаны логарифм 2х-та 2х деп жазуыма болады. Так, енді не істейміз? 2х-тарды тастап жіберейік осы жерде. Сонда х квадрат кіші 2х болады. 2х мияқ өткізейін. Х квадрат азайту 2х 0. Х-ті сыртқа шығаратын болсам, іште х азайтылған 2 0 болады. Дұрыс па? И потом 0 мен 2 мынау жауап. Біреу 0, біреу 2. Так, 0-ден кіші болатын аралық, ол екеуінің арасы болады. Өйткені 2-ден кейін миллион бар. Миллионды қоятын болсақ, мына жерде не болады? 0-ден үлкен болып кетеді. Сондықтан 0-ден кіші болу үшін 0 мен 2-ның арасындағы сандарды қоюым қажет. Сонда ғана теріс сан шығады мынаның жауабы. Ну, короче, біз бірінші теңдеуден 0 мен 2-ның арасы екендігін біліп алдық. Главный соны біліп алдық. Енді екіншісі не? Екіншісі, егерде біздің бір болу үшін, қараңыздар. Мынау бір болу үшін, бірден кіші болу үшін. Бізде x 2x-іміз, жоқ, x квадратымыз ешқашан 0-ге тең болмау керек. X квадрат 0-ге тең болмау керек, өйткені мына жер 0 болмау керек. Бұл жерден x 0-ге тең болмау керек деген шарт шығады. Ол шартты білдік, 0 кірмейді. Хорошо. Енді тағыда нені білуге болады? Егерде 2x-ім менде 2x-ім 0 мен 1-дің арасында сан болып қалса ше. Мына 2x, x-тің мәні қандай екендігі білмейміз. Бірақ та 2x мәні 0 мен 1-дің арасында болса, онда біздің теңдеу теңсіздігіміз тура бағанағы жерде бар емес пе, мына жерде? Логарифм 2x деген жерде. Неге ауысады? Наоборотына ауысады. Бұлай. Дұрыс па? Наоборотына ауысады ғой. 2x 1 болу үшін 2x-та 2x болу керек. Наоборот болады. Бұл жағдайда x квадрат минус, так, 2x-ті жаздық.
2x та 2x. Егер 2x'imiz былай болатын болса, минус 2x үлкен 0. X шығаратын болсақ, x минус 2 болады. Тура бағанаға қайттан келдік қой. 0 мен 2. 0 мен 2. Так. 0-ден үлкен аралық. Жоқ, олай болмайды. Так. 2-ден 1-ден үлкен болу керек қой. 2-ден 1-ден үлкен болу керек. Негізінде жауап А болады. Жауап А болады. 2-ден кіші. Өйткені 2 кірмейді. 2-ден кіші болу керек. Так, бірақ 2-ден 1-ді бағана қалай шығардық? Логарифм 2x. Бағана мен бір орындаған едім. 2x x квадрат дедік. 1-ден кіші болу үшін біздің x квадратымыз мына жерде логарифм 2x та 2x дедім. Так, чатты бір көріп қойын, чатты не болып жатқан екен. 2x кіші 1-ден. 2x кіші 1-ден. Не үшін 2x кіші 1-ден? 2x кіші 1-ден деген нені алдым ғой, мен шартты алдым ғой, 2x кіші 1. 2x 0 мен 1-дің арасы деп алдық қой. Все, дұрыс. Сонда x-ім жоқ, ол емес қой. 2x кіші емес, 2x үлкен 1-ден десеңізші. 2x үлкен 1-ден, осы жерден x-ім үлкен болады 1/2-ден. Біз бірінші теңдеуден x-ті не деп алдық? X-ті 1-ден үлкен деп алдық. 1-ден үлкен деп алдық. Сондықтан да қараңыздар, бірінші теңсіздікте мен логарифм 2x та 2x дедім ғой мына жерде. Логарифм 2x та 2x. Сол жерде 2x-тің өзін мен 1-ден үлкен деп алдым. Үлкен. Сонда ғана мен 2x-тарды тастап жіберіп, осы күйінше қалдырдым. Сонда бізде 2-ден 1 мен 2-нің арасы болды. Егер де 1-ден кіші болатын болса, 1-ден кіші 0-ден үлкен болатын болса, мына 2x-ім. 2x-ім мынандай болатын болса, онда біздің мәніміз x квадрат минус 2x-іміз не болу керек? Наоборот, 0-ден үлкен болатын аралығы біздің мән мына тысқа шығып кетеді. Сыртқа шығып кетеді. Ал ондай жағдайда бізде 1-ден кішкентай болмай қалады. Түсінікті ма? Сол үшін біз мына екінші 0 мен 1-дің 2x-ті 0 мен 1 аралығында деп алмайды екенбіз. 0 мен 1 аралығында деп алмайыз. Тек қана 1-ден үлкен деп аламыз 2x-ті. 2x-ті 1-ден үлкен деп аламыз. И сол бағанағы бірінші жазғаны бар емес пе? 2x деген. Тура осы күйінше қалдырғаным себеп, мына 1-ден үлкен деп алғаным үшін мен осылай қалдырдым. Егер 1-ден кіші деп алғанда еді, мына теңсіздік белгісі не істейтін еді? Ауысатын еді. Логарифмда сондай қасиет бар. Негізіндегі сан 0 мен 1-дің арасында орналасса, онда теңсіздік белгісі ауысады. Бірақ та біз не үшін ауыстырмайтынымызды көрсетіп дәлелдедік. Өйткені 1-ден кіші болмай қалады. Логарифміміз 1-ден кіші болмай қалады. Сонымен жауап 1 болды. Түсінікті болса, плюс қанша дейміз? 4-ке келдік па, 3-ке келдік па? Плюс 4 дейміз. Түсінікті болса, түсініксіз болса, сұрағымызды қоямыз. Логарифмге жеткен жоқпын, шатасып кеттік совсем. Ешқандай шатасу жоқ. Тек қана мен басында 2x-ті үлкен 1 деп жазып қоюым керек еді. Соны жазуды ұмытып кеттім. Тек қана сразу 2x-тарды тастап жібердім да. Істедім 0 мен 1-дің арасы деп есепке салдым. Бірақ та осы жерде мен 2x үлкен 1 деп жазуым қажет еді. Түсініксіз болып кетті дейді. Давайте қайттан бір түсіндірем, көпшілікке түсініксіз болыпты ғой. Бірақ та өздеріңіздің уақыттарыңызды өздеріңіз алып жатсыздар. Так, мына жерде бірге келтіру үшін мен екі жағында логарифм 2x та 2x деп аламын. Дұрыс па? Екі жағында логарифм 2x. Не үшін? Өйткені 2x та 2x 1 болады. Логарифмнің қасиетін білмесеңіздер, түсінбейсіздер бәрібір. Логарифм а бізде 1-ге тең. Мына жерде 1 тұр, 1-дің орнына мен 2x та 2x дедім. Не үшін? Өйткені 2x-тарды тастап жіберу үшін. Мен x квадрат 2x деп жаздым. Мына теңсіздік белгісін өзгертпегенім себебі
2x-ті бірден үлкен деп алып жатырмын. Бұл жерден x-імді үлкен деп жатырмын 2-ден 1-ден. Міне, мынаны міндетті жазып қоямын. Енді мынаны орындаймын. 2x мияққа өтеді. x квадрат минус 2x кіші 0-ден. x минус 2 кіші 0-ден. 0-дерді табамын. x біреуі 0, біреуі 2. Сан осыны белгілеймін. 0 және 2. X-ім 0-ге тең болмау керек, дұрыс. 0 мен 2-нің арасы болады. Не үшін? Не үшін 0 мен 2-нің арасы? Өйткені 0-ден кіші болу керек. 2-ден кейін 4-ті қойыңыздар, мына жерге 4-ті қойып есептесеңіздер, 0-ден үлкен сан шығады. 4, 4-тен 2-ні алсақ 2, 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ 8. 8 0-ден үлкен ба? Үлкен емес. Сондықтан мен 4-ті аламаймын, 0 мен 2-ні аламын. 0 мен 2. Бірақ та бізде x-ім 2-ден 1-ден үлкен деп, яғни 2-ден 1 дегеніміз 0,5-тен үлкен деген тағы да бір шарт бар еді бағана. Яғни енді екеуінің қиылысын алам, теңсіздіктер жүйесінде екеуінің қиылысын алам ғой. Екеуінің қиылысуы 0,5 пен 2-нің арасы, яғни 2-ден 1 мен 2-нің арасы болады. 2x кіші 1-ден деп алсақ болмай ма? 2x кіші 1-ден деп алатын болсақ, мына жердегі мән 1-ден үлкен сандар шығып кетеді. 1-ден үлкен сан шығып кетеді. Сондықтан да болмайды. Тексеріп көрсеңіздер де болады. 2x кіші 1-ден деңіздер, x-іміз кіші болады 1 бөлінген 2-ден. 1 бөлінген 2-ден кішілеуі 0,25-ті апарып орнына қойыңыздар. Есептеп көріңіздер, 1-ден үлкен сан шығып кетеді. 1-ден кіші сан шықпайды. Сондықтан да 2x кіші 1 дегенді алмаймыз. Енді түсінікті болса, плюс 4 деп жазамыз. Түсініксіз болса, сұрақтарымызды қоямыз. Дұрыс, easy. Келесі. Туындыны тап дейді, өте оңай. Не істейміз? 9-ды алдына түсірем. Минус 9-дан 1. Көбейту 9. Мына жерде 8 қалды. Косинус x 8 дәрежесі қалды. И косинус x-ан тағы да туынды аламын. Минус синус x болады. 9 бен 9 қысқарады. Минус пен минус плюс болып кетеді. Сонда не қалды? Косинус 8 дәрежесіндегі x синус x қалды. Жоқ па, не жауапты ондай? Бар екен ғой. Вот. Түсінікті болса, плюс 5 дейміз. Чатқа. Түсініксіз болса, сұрақтарымызды қоямыз. Тоғызды алдына түсірдік. 8 деп жаздық. И косинус x-тің өзінен туынды алдық. Ол минус синус x болды. Минус пен алдындағы недегі есептің өзінде берілген минус екеуі плюс болып кетті. 9-дарды қысқарттым. Қалғаны косинус 8x синус x қалды. Жақсы, плюс 5-тер өте көп екен. Түсінікті деп ойлаймын бұл есеп. Келесі. Функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз дейді. Алғаш функция, яғни туындалған кезде, мынау шығу керек қой, туындалған кезде. Мынадан туындалып көре салайық. Мынадан туындалатын болсақ, x-тің туындысы 1-ге тең. Натурал логарифмнің туындысы 1 бөлінген x-қа тең. Мына жерге ортақ бөлім x-тан беремін. Мынаған x-тан тиеді, мынаған 1-ден тиеді. X-ті 1-ге көбейтсем x, қосу 1-ді 1-ге көбейтсем 1. Жауап шықты ма? Шыққан жоқ, бірақ шамалы ұқсады. Сондықтан мына енді жауап болмайды. Екіншісінен көрейін. Екіншісінен туындалатын болсам, x-тің туындысы 1-ге тең. 2-нің өзін жазамын. Өйткені коэффициент көбейту. Натурал логарифмнің туындысы 1 бөлінген x-қа тең. Натурал логарифм деп айтылады. Одан туындысы 1 бөлінген x-қа тең екен. Ортақ бөлім x-тан беремін. Мынаған x-тан тиеді. Көбейтетін болсам, x қосылған 2. Жауабы шығып тұр. Сондықтан да бір ғана банда. Так. Нені белгілейміз? 2-ні белгілейміз. Түсінікті ма? Түсінікті болса, плюс 6. Мынаны тексерудің қажет жоқ. Өйткені біреуі шығып қойды жоқ. Мынаны белгілейміз деген сөз. Так. Сұрақ бар болса, қойыңыздар. Натурал логарифмнің туындысын білесіздер,
Білсеңіздер жақсы. Келесі есепке өтемін. Келесі есеп. 12-тің мәнін табыңыз деген. 25-тің квадратынан бөлек-бөлек жазып алайын. 25-тің квадраты деймін. Минус болғандығы үшін бөлу деймін. 25-тің логарифм 5,75. Қосылған. Мына минус 1-ді, мына минус 1-ді. Мынаның дәрежесі деймін да. Мына минус 1-ді. Мынаның дәрежесіне шығаруға болады. Сосын 7 мен 7-ні қысқартып жіберуге болады. Полностью. Сонда 3-тің минус 1 дәрежесі қалады. Так. Осы жерде мына жерде 25-тің өзін қараңыздар. 25-тің квадратын жаза берейін. Сол жерге 25-тің квадраты. И мына 25-ті 5-тің квадраты деймін да. 5-тің квадраты. 5-тің квадраты и логарифм 5,75 деймін. Қосылған 3-тің минус 1 дәрежесі 1 бөлінген 3 болады. Дұрыс па? 1 бөлінген 3. И мына 2-ні мынаның дәрежесіне шығарып жіберуге болады. 5-ті қысқартып жіберуге болады. Сонда не қалады? 25-тің квадраты бөлінген 75-тің квадраты плюс 3-тен 1. Мынаны бітіп белгілеуіме болады. Квадрат сыртқа шығарып жіберсем болады. Екеуінде де квадрат бар. 25-ті 75-ке бөлетін болсам, 25-ке қысқарады. Қанша болады? 3-тен 1 бола ма? 3-тен 1-дің квадраты плюс 3-тен 1. 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1. 9-дан 1-ге 3-тен 1-ді қосатын болсақ, 9-дан берем ортақ бөлім. Мынаған 3-тен тиеді, мынаған 1-ден тиеді. 1-ді жазбай қойын. 1 қосылған 3. Сонда 9-дан 4 болды. Ол бізде опшн 2-де тұр, Түсінікті болса, плюс 7 деп жазамыз. Мен матең білмеген соң тапсырмадым дейді. Негізі негізі логарифмнің бәрін наугад істеген бәрі шыққандай дейді. Плюс 7 деп жазамыз. Түсінікті болса, түсінбесеңізде сұраңыздар. Так, саламатсыз ба? Мат сауаттылық туралы сұрағым бар еді. Қойып жіберсем болады ма дейді. Мат сауаттылықтың эфирінде қоясыз. Хорошо? Ерасыл. Алиханға бәрі изи отыр ғой. Так, келесі есепке өтеміз. 40 болып қалдыңыздар ғой, 50 отқан едіңіздер. Өспелі арифметикалық прогрессияда алғашқы 8 мүшелерінің қосындысы 88-ге. Ал 3-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 18-ге тең. Прогрессияның 7-ші мүшесін табыңыз. 21 болады, дұрыс айтады. Көпшілік дұрыс есептеген. Енді қалай есептейміз? Алғашқы 8 мүшелерінің қосындысы. Алғашқы 8 мүшесінің қосындысын А1 қосылған А8 бөлінген 2 көбейту 8 деген формуламен есептейміз. Дұрыс па? Екі мен 8 қысқарды. 4 болады. 4 мынаған көбейтіледі. 4А1 қосылған 4А8 тең мақта 88 тұр. 4А1 қосылған А8-ді мен А1 қосылған формула бойынша. А8-дің формуласы А1 қосылған 7-ді. Арифметика прогрессияда. Жақшаларды ашып шықсам, 4А1-дің өзі, сосын плюс 4А1 плюс 28-ді тең 88. 4А1-ға 4А1-ді қоссақ 8А1 плюс 28-ді тең болады 88-ге. 4-ке қысқартып жіберсем болады. 2А1 плюс 7-ді тең 11. Жоқ, 22. 4-ке қысқартып жатырмын ғой, 22. Все. Мынандай бір теңдеу алдық. Міне. 2А1 қосылған 7-ді тең 22 деген теңдеу алдық. Мына 88-ді пайдалану арқылы. Енді екінші, 3-ші мен 5-ші мүшелердің қосындысы. А1, 3-ші дегеніміз А3 қосу А5. Ол қаншаға тең дейді? 18-ге тең дейді.
А3 дегеніміз А1 қосу 2-ді. А5 дегеніміз А1 қосу 4-ді. Тең 18. А1-ден бізде екеуі бар. 2А1 плюс 2-діға 4-ді 6-ді. Қаншаға тең дейді? 18-ге тең дейді. Екінші сөйлемнен екінші теңдеуді алдық. Екеуін азайтып жіберуге болады. Сонда 2А1-лер жойылып кетеді. 7-дан 6-дан азайтсақ, d-ның өзі қалады. 22-ден 18 азайтатын болсақ, 4. d 4-ке тең екен. Яғни қадамы 4-ке тең. Сол жерден қайттан тауып аламыз. Бізге өз нені табу керек еді? Бізге 7-ші мүшесі. 7-ші мүшесінің формуласы А1 қосу 6d. d-ны білеміз, 4-ке тең. Так, мына жерден d-ның орнына сразу. Енді А1 тауып алайық. А1-ді мына жерге апарып қоя салайын. 2А1 қосу 6-ды тең 18 болды. 4-ті апарып қоятын болсам, d-ның орнына 24 болады. Сонда 2А1 қосу 24 тең 18. Осы жерден 2А1-ді табатын болсам, 18 азайту 24. Өйткені плюс 24, меха минус 24 болып өтеді. 2А1 тең минус 6. А1 тең минус 6-ны 2-ге бөлемін, минус 3. Демек, А1-іміз минус 3-ке тең, плюс 6 көбейту 4. 6-ны 4-ке көбейтсек 24. 24-тен 3-ті азайтатын болсақ, 21 болады. Так, сонымен жауабы 21 болды. Ол бізде бірінші вариантта тұр. Түсінікті болса, плюс 8 деп жазамыз. Скриншоттап алсаңыздар да болады. Кейін қайттан бір көп шығасыздар. Немесе YouTube-тан қайттан тамашалайсыздар ғой. Хорошо? Сол кезде бір көресіздер. Easy ғой, easy дейді. Так, біздің сабақты бастағанымызға тең жартысы болды деп ойлаймын. Я? 1 сағаттай болды ғой. Бір остановка жасайық.